кеткен жоқпыз ба? Келіңіздер. Қадамдарыңыз құтты қадам, қайырлы қадам болсын. Жайғастырайық. Құдағиларды төрден бастап жайғастырайық. Ассалаумағалейкум, құрметті құда бар. Мынау енді осы елдердің арқасында кеп қалдық ауылдарыңызға құда болып. Енді мынау тасасына бақырышық, мынау екі жас бақытты болсын, өнсін. Екі жақта да мынау құдалықтар құтты болсын. Аумин. Ай, қабыл болсын батаңыз. Ал, сөздің басы бісмілләсіз қылма деп, хан секілді қасқайып төрге шыққан қадамдарыңыз құтты болсын, жастарымыздың құрғалы тұрған отауларының керекесі мықты болсын. Ассалаумағалейкум деп сәлемдесіп қояйық. Уағалейкум әссәлем деп бір қол соғып қойсаңыздар тойымызды бастаймыз. Рахмет. Енді мынау келіп отқан елдеріміз, келіп отқан жерлеріміз, Абушеевтер әулеті, Қоңырат, соның ішіндегі Алғи ата балдарына әулетіне қош келіпсіздер, құрметті де қадірлі құдалар, құдағилар, құдашалар. Мына әулеттің үлкені Серікбай атамыз бастаған, және де Ұлданай әжеміз, анамыз бар, сол ұрпақтан тараған Ерлан ұлының және де Мейрамгүл келіні сіздердің құда-құдағиларыңыздың тұңғыш қызы. Бұл енді атасының қызы деп әбден еркелеп атын атай алмайды екен, жаңа көрдік. Деп бақ кетті, Майра да аты. Соны атын атай алмайды екен, риза болып, атаға әжеге деген құрмет. Сол Майра қарындасымызды Алла қалауымен, құда қаласам осы күнге, осы сәтке тура келген екен. Міне, пайғамбар қосқан дос болады, Құдай қосқан құда болады деп, Алланың қалауымен үлкен қуаныш тойының бастамасы. Сол сіздерді үлкен шай берейік деп осында, осы әулеттен тараған Серікбай атамыз бен Ұлданай әжеміздің қыздары, күйеу балдары бар осында. Сол арнайы бүгінгі дастарханның иелері сол кісілер. Әзір орын-орнымен таныстыра жатармыз. Енді мынау дастарханымызға қош келіпсіздер. Дастархан ашық деп, алыңыздар, алдарыңыздар, дәмден алыңыздар. Мына бірінші мың адамның жүзін білгенше бір адамның атын білейді. Осы жалпы Алғи әулетін таныстырайық біздер. Сіздер шайнала беріңіздер. Осындағы Серікбай атамыз бастаған бүгінгі Алғи елін таныстырушы. Өзіңіз айтасыз ба? Жәнібек қатыра ма? Жәке келіңіз, Жәке. Әулетті бір таныстырайық. Өзіміз жақтың атамыздан бастап. Мен атадан басқа ешкім танымаймын, атамен жиырма минут болып танысқанмын. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар, қош келіпсіздер. Бүгінгі келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Ал мынау бүгінгі таныстыратын болса, жаңағыдай мынау тамада жегіп таныстырып отыр ғой Серікбай құдаларыңыздан. Бастасам мынау сіздердің бүгінгі болашақ келіндеріңіздің атасы Серікбай, мен қайнатам. Сол кісіндегі енеміз жаңа Ұлданай ағамыз, жаңа келіндеріңіздің әжесі. Ал енді ол кісінің жаңағыдай 4 қыз, 3 ұлы бар. Үлкен қызы Нұрсұлу құдашаларымыз. Оның үйіндегі жолдасы Бақыт, менің бажам. Бұдан кейін сіздердің құда қаласа бауыздау құдаларыңыз, Ерлан құдаларыңыз, осы Серікбай құдаларыңыздың үлкен баласы. Одан кейінгі жаңағыдай өздеріңіздің құдағиларыңыз, Мейрамгүл құдағиларыңыз. Одан кейін Ерлан құдаларыңыздан кейінгі қыз олар құдашаларыңыз Әсемгүл есімі, мен сол үйіндегі жігіті Жәнібек болған. Менен кейін тағы біреу бар еді, олар әлі келмеді. Алмагүл есімді қыздар бар, Нұртас бажамыз бар. Одан кейін ең кішкентай қыздары Бибігүл деген құдашаларымыз, сол үйіндегі жігіті Еламан құдаларымыз. Ал Ерланнан кейін жаңағыдай 3 бала дедік қой. Нұрлан деген ол кісі қаскелет келгенін таныстырып жатырмыз. Оның үйіндегі келін бар. Әйгерім құдағиларымыз. Жаңағыдай ең кішкене кенже ұлы бар құдаларымыздың Бақтыбек деген. Ол да қаскелет, соның үйіндегі келін құдағи келіндеріміз Әсел. Ал енді мына жаққа қарап кететін болсақ, мынау бұян өзіңіз таныстырып жүрсіз ба?
Ол ең үлкен әпшем менің. Есімі Жұмакүл, осы Асарда тұрады. Одан кейін бекесі болып жаңағы нағашы әже сөкілі, Нағат есімі. Астанада тұрады бұл кісілер. Мынау екінші әпшем жаңа, Қарлығаш деген мынау Пақтарал ауданында Иліште тұрады. Мынау Бейбажар деген бұл да әпшеміз. Бұл да мағанды жері бөлек емес, әкеміздің інісінің қызы. Бұя Құдаша, жаңа құдағиларыңыздың сіңлісі Тотыгүл. Бұлау нағашы қызы, жаңа келіндеріміздің. Бұя балдызым менің. Бұл да Иліште тұрады, Перизат есімі. Мына кісі, жаңа екінші баламның қайненесі, құдағи, бұл кісі де Астанада тұрады, аты Гүлжанбек. Гүлжахан. Ұмытып қала береміз әлі. Болды дейін. Әлі келе береді, оны таныстыра жатармыз. Біздің әулетке бір қол соғып қояйық. Рахмет, таныстық. Жүздеріңіз жылы екен, жайғасып отырыңыздар. Енді мынау келіп отқан алғаш қадам басып, мынау алтын дос ағамызды, табалдырықтарымызды оң аяқпен аттап келіп отқан құдаларымыз, құдағиларымыз қош келіпсіздер дейміз. Енді өздеріңізді бір есімдеріңізді біліп, қай елден келдіңіздер, қай жерден келдіңіздер, толығымен бір ауыз айтыңыздар, сонымен алла берекет тойымызды бастаймыз. Хан құдаларға микрофон ұсынайын. Нағашы жеңгесі бар екен, маяқта жүрген кезде әпсем қап кетті, отырғандар таныстырып қымды, міне Астанадан келген. Есім ол болсын есімі. Мәселе ол болсын керек деп отырып келді ма? Рахмет, қайрасыңыз. Енді құдалар микрофон кімге береміз? Таныстырма, сол кісіге берейін ба? Келіңіз, құдеге. Мынаны таяқты алып, бір сол құдалардан бастап айта қойыңыз. Бір шапалақтап қойыңыз құдекеңдерге. Құдеге, құдағилар, мынау Батыр елінен келген Қараша Батыр құдаларыңыз. Мынау Бел құданың әкесінің інісі болады, Қалдар деген көкеміз. Мына кісі құдаларыңыздың туған ағасы, екінші ағасы Қонай деген. Мажап ең үлкен жеңгесінің, үлкен ағасының жеңгеміз болады. Бұл жағын алды. Одан кейін үшінші қайнағамның Люза деген жұбайы болады, жеңгесі болады құдаларыңыздың. Мынау Айдардікі үшінші меді. Қайырлы күн, құрметті болашақ біздің құдаларымыз. Мына ат салысып, ауылдарымызға келіп жатқан жайымыз бар. Бірінші Алланың қалауымен, екінші екі жастың табысуымен ғой. Мына ауылдарымызға келіп жатқан жайымыз бар. Жаңа сіздер әулеттеріңізді таныстырыңыздар, енді қыз бала таныстырып демеңіздер. Жоқ. Сол біз Ұлы Жүз Сіргелі елінен, Сіргелі ішіндегі жаңағы Қараша Батыр руынан тарағанбыз. Әулетімізде 10 жанбыз. Енді әке-шешеміз өтінен болып өткен енді. Бұл жерде ең үлкен ағамыз үлкен жезқазғанда жұмыс жасайды. Вақтылы жұмыс болғаннан кейін енді білесіздер, келе алмады оның орнына. Мына менің ең үлкен жеңгем аты Ұлжахан. Екінші ағам есімі Қонай. Үшінші ағам ол да жұмыста, теміржол бізде өте қатты тәртіпте, жұмыстан сұрасаң жібермейді. Сол үшін үйдегі жеңгем келді, есімі Луиза. Жандардан кейін мен, одан кейін үшінші қызымыз бар еді Алматыда, ол да келе алмады. Жандар деген ағадан кейін мен, есімім Айнагүл болады. Менің жолдасым міне Нұрлан. Менен кейін інім Айдар, ол да
шетелде Россияда жұмыс жасайды. Бізде бәрі сонда вахтовый жұмыста істейтіндер еді, аймақтестер. Сол қолында келін келді, есімі Сапаргүл. Айдардан кейін інім Болат болды, Тимур жолдас еді, ол да келіп отыр, оның орнына келін келді. Есімі Гүлжан. Одан кейінгі сіңлім Зейнеп. Зейнептен кейінгі жаңағы бүйрек құдаларыңыз қара шаңырақтың иесі, кенжетайымыз Мұхтар, жаңағы бүйрек құдаларыңыз. Оның жұбайы мына Қаңырашақта бәрімізді күтіп алатын келініміз Жадыра. Ең кенжетай сіңіліміз мына Замира. Жаңа бауырым үйленіп жатыр деп сонау Астанадан келді бұлда. Сол жақта осылар жаңағы ағайын, ой кешірім сұраймын, үлкен кешірім сұраймын. Мен әкемнің інісі. Қалдар көке, одан кейін ағашылар жағынан таныстырып өтейін. Жаңағы келініміздің туған ағасы. Есімі Рабхан. Оның жұбайының аты Гүлмира. Абдықанның інісі Абдықасым. Оны тұрып көзіңді. Мынау жаңа бүйрек құдаларымыздың жолдас баласы Ерғали. Кейін мына жақта тағы бір келініміз бар. Құдаша бар айтпақшы, кешірім сұраймын ғой, өзімде сасып қалдым ғой. Мына келінгеніздің әпшесі, құдашаларыңыз. Жанар. Міне, жаңағы келін, болашақ құдағиларымыздың құрбысы келініміз Гуля болады. Қарындастарыңыз болады. Сол бір жақта осы танысы білісіп отырайық. Рахмет. Құдалардың қадамы құтты болсын деп шапалақтап қояйық. Бәрекелді. Алдарыңыздан сусыннан алыңыздар. Ол кісі сіздің үйде құдағи ма, иә? Осы микрофон алғаннан байқадым. Смело кеп алыпты. Алыңыздар. Сіз Кәмге қарамыз. келе алмасын деп та. Ал мынау. Бүгінгі арнайы жаңа айтып өттік. Осы Серікбай көкеміздің, үлкен құдаларымыздың, бұл қыздарының артынан жайылған дастархан құда қаласа той бұл кісілерге де жұғысты болсын деген жақсы ниет. Енді бүгінгі тойды ашып беру үшін Серікбай атамызды, Ұлдалай апамызды шақырамыз. Және де осы Серікбай құдаларымыздың әпшелері, апаларымыз Қарлығаш, Жұмагүл, Бибажар әпкелерімізді, апаларымызды қоса шақырып осы дастарханды ашып беру салтанаты осы сіздерге бұйырған екен. Серікбай бүгін келіңіз, өзіңіз бастаңыз. Жақсы тілек жарымыз дейді. Тілек айтып отырайық, сусындар құйыла берсін. Өзіміз жақтан. Апалар, отыра беріңіздер, отырып айта беріңіз. Айтып, қоса келіңіз. Әпшем бастап берсін. Құдалар, құдалықтарымыз құтты болсын. Барлық уақытта осындай дастарханда кездесіп жүре берейік. Иә, Серікбай інім, мына құдалығың құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Барлық уақытында осындай кең дастарханда кездесіп жүре берейік. Амин. Біздің ауылға жақын екенсіздер, жаңа құдалар. Түрлі шыққандарыңыз құтты болсын, орындарыңыз мәңгілік болсын, Құдай қаласа. Мына екі жасымыз бақытты болсын. Өссін, өнсін, аңсаған армандарына жете берсін, Құдай қаласа. Бұяқта сіздер, бұяқта Серікбай ініммен, Ұлдалай, жаңағы Мейрамкүл, Ерлан інілерім, солардың рахатын көріп, қызығына тоймай жүре берсін. Барлық уақытта той болсын, дастарханымыз ашық, Құдай қаласа, ішіп, жеп, ойнап, күліп, Құдай қаласа, сөйтейік деп мына Серікбай ұлданы
құдалықтарыңыз құтты бола берсін. Мынау жаңа құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына 2 жас бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, аңсаған армандары жете берсін. Мынау ортаға салған алтын көпірлеріңіз әрдайым мәңгілік болсын. Орындарыңыз жоғалмасын, дендеріңіз сау, аман есен болайық, төрт көзіміз төгіл айдан аман жылдан төгіл болайық. Ассалаумағалейкум құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына құда қаласа мына жастарымыз бақытты болсын. Мынау 2 жас, 2 елдің арасында алтын көпір салған, сол мәңгілік болсын. Құда қаласа мынау құдалымыз 1000 жылдық болсын. Мынау тамған таянған тойға той боласа берсін, жастардың махаббаты мәңгілік болсын құда қаласа. Той боласа берсін. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын, 2 жас бақытты болсын. Көпшіліме қыз менікі еді. Шапалақтап қояйық. Апа сөйлеуді сұрасаңыз тезірекке. Келіңіз. Қарайды. Бөгелеміз. Ой, Ұлданай апам өз алдына толқып жүр ғой, туақым бір, жуақым бір. Рахмет. Енді Ерлан мен Мейрамгүл шақырайыншы мен, келіңіздерші бері. Қошаметте қойыңыздар, бір Ерекеңнің Мейрамгүл құдаларыңыз, құдағайларыңыз жаңа Серікбай көкеміздің балдасымен келінді деп айтайын деп жатырмын. Осы үйге жақсы танып алсаңыздар, керек болып қалады бір кездерде. Көз салып қойыңыздар, құда қаласам өмірге алып келген алтын құрсақты анамыз дейік. Ереке, қуаныш құтты болсын, ұзағынан болсын. Енді қонақтар келді, көңіліңіз жайланды, таяқ жерге тасталды, бүгінгі тойымыз басталды деп той басталды. Апаларыңыз ашып берді, той құтты болсын. Рахмет. Енді құдалардың алдына барып, сусындарына қарап, шайпайларына қарап, хабарлап тұрыңыздар. Рахмет, қуаныш құтты болсын. Тойды ашып берген ақсақалды аталарымыздың, ақжаулықты әжелеріміздің өмір жасы ұзақ болсын. Біздерге жасын бере берсін деген жақсы ниетпен құдалардың қадамына құтты қадам деп бүгінгі тойымызды ән шашумен бастаймыз. Өткісу. Өтеске сен. Жәке өлдіп сөзін осыға үйден қалаға беремсіз. Құрметті де қадірлі құдалар, бүгінгі алғаш келіп отырған қадамдарыңыз құтты, қайырлы, берекелі қадам болсын. Енді мынау әннің барлығына, қошеметтің барлығына бірінші өздеріңізге. Осындай алтын бастарыңыз төрден түспей жүре берсін деген жақсы ниетпен. Енді бүгінгі қуанышымызға ортақ болып келіп отырған Мейрамгүл құдағайларымыздың төркіннен келіп отырған Қоңырат, соның ішінде Ораз келді. Елінен келіп отқан осындағы бір топ нағашылар қауымы бар. Аттарын атап айтатын болсақ, Набат нағашы әжеміз бастаған, Ұлбосын нағашы жеңгесі және де Тотыгүл нағашы құдашаларыңыз, Перизат нағашы құдашаларыңыз және де Берік нағашылардың атынан келіп отқан осы Набат әжеміз бастаған нағашыларға әдемі жақсы тілектің, ниеттің кезегін бергелі тұрмыз. Енді құдаларсында шайланбасын деп жатырмыз. Келесі бір жағалардан алған болмайық деп, өзіміз жақтан бір ауыз тойдың бастама кіріспе сөздерін беріп олайық. Ақ сүт үшін анамның нағашымды сыйлай біл, бақыт үшін баламның жан-жарымды сыйлай біл деймін. Бір топ Набат апамыз бастаған нағашылар қауым, қош келіпсіздер. Бүгінгі қуаныш ортақ, той ортақ. Тойларыңыз ұзағынан болсын деген жақсы ниетпен, жақсы тілектің кезегін бастайтын нағашы Набат әжемізге бір қол соғып қошеметтеп қояйық. Құдаларымыз құтты болсын енді. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын құдалар. 2 жағымызға да құтты бола берсін. Мына 2 жасымыз ғой, арқасын бәрін бір танысып отқан. Танысымыз ата берсін. 2 жасымыз бақытты болсын. Дендері сау болсын, өздеріне көбейсін, өссін, өнсін. Құда қаласа алтын көпіріміз мықты болсын енді. Әжелерге не бар? Майра қызым бастап. Қызымнан енді біріншіне берем ғой. Қыздан кетіп жатқан. Балдарының бәрін шөбер болып қойған.
қызымнан бірінші немереме бақытты болсын айналайын, денсаулық болсын. Рахмет. Ұлжанай апам ғой, менің қызым деп жылады, қуаныштың жас. Сізге не жоқ деймін ба? Салфетін алып ал. Білмеймін, бұл точно мейрамға туған ба? Апам мен туған, өзі туғандай болып жүрген. Рахмет. Көрдіңіздер ме, қуаныштың көз жасы. Алла тағала тойдан, қуаныштан ажыратпасын деген жақсы ниет. Рахмет апа, той құтты болсын. Жастар бақытты болсын, тілегіңіз қабыл болсын. Дейміз құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Және де осы алтын көпірлеріңіз ұзағынан болсын. Мынау қайын сіңілім тұңғышын ұзатып жатыр екен. Мынау 2 жас бақытты болсын. Осы жерде барлық жақсы тілектер айтылып жатыр. Сол жақсы тілектер періштен қуана шалына берсін. Сол 2 жасқа бақыт тілеймін. Осы жерде жақсы тілектердің бәрінен қосыламын. Сол сіздердің қадамдарыңыз құтты болсын. Ал құрметті көпшілік қауым, бүгінгі 2 жастың арқасында табыстырып, осы сізбен бізді осы бір дастарханда дәмдес қылып отырған осы 2 жас. 2 жасқа тілерім бақыт, осы өмірлік жолына қол ұстасып, осы өмір жолына өткен екен, бір-біріне қолдарын ұстап, бір-біріне сенімді болып, сенім бар жерде махаббат болады, махаббат бар жерде ол бақыт болады. Осы екеуіне барлық жақсылықты тілеп, тек қана бақытты болсын. Осы 2 құдағи осы алтын көпірден ала дорбасын ары бері арқалап, сол көпірден бізде өтіп жүре берейік. Ал таныстығымыз мол болсын, құдалық 1000 жылдық, 100 жылдық болып, төрге шыққандарыңыз құтты болсын деген. Рахмет сөз бергеніңізге. Жезде әпкетайым, мынау тойларың құтты болсын. Ерлан, Мейрамкөл, мына қайын сіңлеріңді ұзатып атқан тойларың құтты болсын. Не дейміз? Мына құдағилар, мына төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Аспандарымыз ашық, заманымыз тыныш болып, құдалықтарымыз мәңгілік болсын. Мына 2 жасқа тілерім, аспандары ашық, замандары тыныш болып, әрқашан шаңырақтары биік, босағасы берік болып, салиқалы отбасы болсын. Әрдайым мына әпшем жездемнің, інім мен келінімнің мақтанышы болып, көз қуаныштары болып жүре берсін. 2 жас өмірде ешқашан жаманшылық көрмесін, жүздері жарық, жолдары ашық болсын, бақытты болсын. Рахмет ағашылар, берген баталарыңыз, айтқан ақтіліктеріңіз қабыл болсын, жайғаса қойыңыздар. Үлкен рахмет, той жұмысы болсын. Сол жұмағынан әрине ағашылардың тілегін алмасақ болмайды. Жігіттер болды деймін, осымен таңдалдым. Ал, құдекелер, алыңыздар енді, қуаныш, той. Он жәкем әлде өлең айтатқанда білек парта ұру керек қой, бірінші жоқ пен екінші жоқтың арасын алып сатып болмайды деп. Ясы, құдалар деймін да, құдалар. Yesin aman jürsen, zan kılmayayım. Müslümana
айтып өткендей мына бүгінгі төрімізден жай алып жайғасып отырған Сарыағаш қаласына келдіңіздер ма? Сарыағаш қаласынан ұлы жүздер, ұлы жүз сыргері елінен келіп отырған бір топ құдаларымыз. Мені шама шарқым дегенше жазып алдым. Сол құдалардың үлкендері қалдар көкеміз құдамыз бастаған және де қанай ма? Қонай. Құдалар осы екі бірдей ірі басты аталарымыздан құданың үлкендері ағалар өзіңізде бір жақсы бүгінгі қуанышқа жалпы алғи әулетіне деген ыстық ықыластарыңызды ақ баталарыңызды берсеңіздер құдаларға бір қол соғып қошеметтеп құрмет жасап қояйық. Айта қойыңыздар. Әрине болады. Сіз жатып айтсаңыз да болады. Не дейміз деп. Рахмет. Мына құдалар бүгін сіздермен қауышып отырғанымыз осы екі жастың арқасы ғой. Елмен елді табыстырып, қостырып, зекзат тартып. Бұл енді жастар өздері қалап, бас қосып отыр екен. Болмаса да табиғаттың заңына. Соған енді екі жақта қуанышты болу керек енді дегенмен. Біз жақ қуанышты, бір жақта қуанышты болу керек қой, екі жақта бірде болған соң. Жастар бас қосып отырған соң. Не дейміз оларға тілек? Өмір жастар ұзақ болсын. Мынау тіккен отаулары, шаңырақтары бие, керге берекен, босағалары берік болсын. Сол өмірге ұлы қыздар әкеліп, солардың рахатын көре берсін. Оларға барлық жақсылықтар тілейміз. Әрдайым осы екі жаққа тойға ұласа берсін. Екі жас бақытты болсын. Рахмет олайым, тілегіңіз қабыл болсын. Жастарымыз ұлағанса осы берген ақ баталарыңызды ақтар жүрсін деген жақсы ниет. Ал ендігі әдемі жақсы тілектің ниеттің кезегі, ақ батаның кезегі, қолай құдамыздан бір қошеметтеп қояйық. Ассалаумағалейкум құда-құдағилар. Бізді сыйлап батырайын түрге шарапаңызға өте көп рахмет. Мынау інім мен келінім айтарым, қаптардың аузы енді ашылып жатыр. Мынау кішкентай балам мен келіндеріміз, сіздер қыздарымызға келін болып, олар өздеріңізде бақытты болсын, өнсін, біз сияқты жасқа жетсін, дендері сау болсын, бірінші қылам денсаулық қой, денсаулықтары мықты болсын, жұмыстары алға баса берсін, мына қойған көпірлеріміз ұзағынан болсын, сіз біздесі үлкен дастархандарда бас қосып жүре берейік. Енді осында құдалардың сасқанында тағы келіп отырған нағашылар әулетінен келген екі кісіден бір осы. Бер құда қайсың, бер құда? Сіз ба? Бәсін бүйтіп қорқылым болсын. Отыра берсеші, бүйтіп сізге. Дейін отырсыз ғой? Бұл кісі бар ма? Бұл кісіге бір пелаға ма? Құдағай әлбетте сөйтіп мұңай шақыру керек қой құдағайды ғой. Бәсін. Құдағайын отырып. Құдағай емес, құдағай қойшы құдағай. Ақ көйлектегі ақ көйлек. Сіз ба? Сөйтіп ғой, сізден басқа ішіп жауа алмайды. Рахмет, құдалық құтты болсын. Енді сол құдағайымыздың төргі жұрты, нағашы жұрттан келіп отқан жолдар үлкен қайсысы бар? Әпке, қыз басқасын екі ағамыз айтты ғой. Құдашамыз есімі Жанар ханым. Міне бүгінгі балауыздай құдағайдың әпкесі, нағашы әпкемізге бір шапалақтап қояйық. Рахмет. Жанар құдағайдан бақыттылық болсын. Саламатсыздар ма? Қойшылы қауым, бүгінгі құдалықтарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Мұхтар жадырам, алтын көпірлерің құтты болсын, бақытты болсын, әйтеуір құдалықтарың мың жылдық болсын. Әрдайым денсаулық тілейміз, тағы да құдалықтарыңыз құтты болсын. Рахмет, нағашының ақ тілегі қабыл болсын. Ендігі тағы да нағашы жұрттан босағамыздан құдағай тұра қойыңыз. Бүгінгі қуанышымызға, составқа келгеніңіз құтты болсын. Қазір қалай іліп кеттіңіз дейді нағашылардан? Құдалық составына. Жолыңыз ба? Жолыңыз ба? Бәрі сөйтіп
Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым, құдалар. Біз ел құдаларымыз Мұхтардың, жадыра құдайларымыздың ағасымыз. Біз өзіміз бесеуміз, үлкен әпкеміз, одан кейін мен, одан кейін қарындасым, одан кейін інім, тағы бір інім бар ауылда. Осы бесеуміз. Енді қалай алдыңыз дейді, құдаға жауап беріп кетейін, білмеймін, главныйсың деп келді, бірақ әжептәуір главныймын деп отырсам, бір түрлі қоймын. Ал енді, құрметті құдалар, құдалық құтты болсын, екі жас бақытты болсын, өздерімен өздері көбейіп, Құдай қаласа, мынау екі жақта да, бұл жақта сіздер аман болыңыздар, бұл жақта біздер аман болайық, құдалық құтты болсын, құдалық 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын, сыйға сый ұласын, тойға той ұласын, әрқашан жақсылықта, тойда ойнап күліп, жүздеріңізден күлкі армай кездесіп жүре беріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, той құтты болсын. Рахмет, құдалар. Мен енді бұл жерде түсінгенім, бұл бір арнайы құдалық емес қой, құдалық кейін болады шығар тағы да. Осы ма? Барлығы нарығы осы ма? Мақұл. Енді мынау жаңағындегі сіздер алатын қыз, келіндеріңіз біздің әулеттің қызы. Сол қарындасымыз сырға салып рәсім жасамай келгенбіз. Енді қаланың білесіздер ғой, Құмсан пропасы бар, шамалы кешкі бар деген, содан да бүгінгі кешкі тойларымыз бар, тағы да білеміз, алтын уақытымызды ешкімге ұрлатпастан үнемді пайдаланайық деп, мына үлкен осы құдалардың бір шеттен бір жақсы тілек жарым істейді, мынау қыдыр мұның бірі уәлі деп, осы кімнің қыдыры, кімнің уәлі екенін білмей жатырмыз, Алла деп біреуіңіздің тілегіңізді қабылдаса да үлкен әңгіме, үлкен қуаныш болайын деп тұр. Сол себептен тағы да әрмен қарай жақсы тілектің, ниеттің кезегін жалғастыра берейік. Арасына бір алдырып қоятын жәкең қайда? Бір алдырайық ондай ауыз. Өзіміз құдалардың үлкен екі ағамыз сөйледі. Нағаш жұрттар, бір әпкеміз, бір нағаш ағамыз сөйледі. Тілектер қабыл болсын деп, арасына бір сусындатып қояйық.
негізгі мақсатымыз енді сол қызымыз келді, енді қызы бардың назы бар деп, дұрыс қой, қарындасымыз толып жүр, қорқып жүр дегендей назданып, қызымыз сұлу. Айдай сұлу қызымыз келді, енді екі жеңгесінің қолдауыменен, Құда қаласа қазақи жақсы әуенменен ортаға сол қарындасымызды, қарлығашымызды алып шығайық. Келе қойыңыздар, бір қошеметтеп қойыңыздар. Жеңгелердің көбік бермесе шықпай екен. Берет, келе қарындасымыз келді ортамызға. Енді Құдай қаласа бүгінгі алғаш келіп отқан құдағайлардың өздерінің бүгінгі енді Алланың қалауыменен Құдай қаласа бүгінгі қарындасымыз ертеңгі сіздердің әулеттеріңізге келіп болып түскелі отыр. Сол қарындасымыздың барып жатқан жерінен құдағайларымыз шығып өздерінің жаңа атап айта қойыңыздар. Микрофонды берейін де сіз айтасыз ба? Әуен қойып қойса музыка. Саламатсыздар ма? Бізде ұл бар екен, сіздерде қыз бар екен. Міне жаным, золотой қайным, келін құтты болсын, сіздерге күйеу құтты болсын. Қыздарыңызға міне сыйға салып, Құда қаласа сіздерге де қуаныш құтты болсын. Енді сырға салуымыз құтты болсын, бақытты болсын. Екі жас. Ал, рәсімді бастадық. Жеңшелер, айрақ күліп тұрамыз деп сурет түсіп алды. Ой, салға. Айрақ ақтан күлеміз. Күлеміз, байрақ күлеміз. Кеше ғана еркелеген бұлдашым, бүгін елдің алып шұбатасын, қылықтарын көз алдыма елестеп, көңілімде әлеркелеп жатасың. Тал бойымның бәрі тоңған жарасың, сен деп білдік, көздің ақ пен қарасың. Бой жетіпсің әнеміні дегенше, айнам, бүгін ұзатылып барасың. Дәстүр солай, өз өлкеге беттейсің. Сол байрақ қарындасымыз Құда қаласа, құлағыңызға таққан алтын сырғаңыз құтты болсын, әрдайым жолыңыз ашық болсын. Жастарымыз бақытты болсын, бақыттары баянды болсын. Енді бір бата берейік, сосын бұл жастарды шығарып солай. Болса да Серікбай атамыз қайда? Там артында жүрген жоқ па? Там арт жағында. Серікбай ата, келіңіз, жастарға ақ батаңызды беріңіз қызымызға. Мінекей, бата десеңіз мені бата, дари берсін қадыр ата. Мынау Құда қаласа барған жеріңде бағыңдасын балам. Бақытты бол, үбірлі-шүбірлі бол. Сол Бағыр елінің туын жоғары ұстап, Құдай бәле жаласынан сақтасын.
аман болып, өздеріңіздер көбейіп, Құда қаласа ойнап күліп жүре берелік. Аумин. Аумин ата, басаңыз қабыл болсын. Мына Құдағи баласын таппай жүр. Көрген жоқ па? Бар ма? Жоқ па, қоя қойыңыз сонда. Бір түбі бір келер. Ал қарындасыңызға жол берейік. Күйеу бала осында дегенге шақырмайын деген бар ма? Сыртта тошлай көрдіңдер ме сендер? Таппай жатыр, туған анасы таппай жатыр сендер ақтау. Ал қарындасымызға мақұл, рұқсат берейік елін үлкен ас берейін деп. Келінде. Бір Суретке шуаңыздар беміріп. Рахмет, рұқсат па апалар? Батасын берді. Келді. Бұдан баса ма? Ол да өсіп үші. Келіз, әпші. Көз бір цыван қылыз. Бір, екі, қараймыз, қараңды. Тағы қараңыз. Ассалаумағалейкум, құдағилар. Мынау дастархан жасаған дастархандарыңызға мың алғыс айтамын. Мына не дейміз, мынау жастарымыз бақытты болсын, Құдеге. Осы 2 жастың арқасында ғой бәріміз танысып, көрісіп. Осы алтын көпірлеріңіз ешқашан бұзылмасын, жастарымыз бақытты болсын. Мына құда болғандарыңыз құтты болсын. Осы жастарымыздың арқасында бәріміз ойнап күліп, сіз біздесіп, араласып, алтын көпіріміз бұзылмай, бәріміз бірігіп, бір отбасы семьясындай болып, араласып, дастархандарыңызға тек жақсылық тілеймін. Балдарыңыз аман болсын, өмірлері ұзақ болсын. Мына алғысым шексіз сіздерге. Көріп отырмын, көп жан екенсіздер. Жүздеріңізден айтып тұр жақсы адам екендеріңіз. Рахмет сіздерге, өстіп күтіп қарсы алып жатқан. Мына жастарымыз бақытты болсын. Басқа не айтамыз енді? 2 жас бақытты болсын. Бәрекелді, құдамыздың ақ тілегі қабыл болсын. Енді осындағы Ұлжахан Құдағи бар ма, Ұлжахан? Осы кісінің жолы деді, Ұлжахан Құдағиымызға бір қол соғып қояйық. Құдағи төрге шыққан қадамымыз құтты болсын. Қайырыңыз қайыр, келіп отыр, қайырыңызға қуаныш құтты болсын. Жастар бақытты болсын деп бір ақ тілек. Кеш жарым құдалар бүгін кереметке құдалық болып жатыр. Сіздермен танысып, сіздермен білесіп, дастархандас болып отқан өте қуаныштымын. 2 жасымыз бақытты, баянды болсын, денелері сау болсын. Әрдайым солардың жақсылығында, солардың тойларында ойнап күліп, басында болып жүре берейік. Мына 2 ортадағы салған алтын көпіріміз аман есен жарқырап, жайнап тұра берсін. Деніміз сау болсын, дендеріміз сау болсын. Той жұмысты болсын деп айтып Той бағанда жұмысты болсын, мен әлі келін түсірген жоқпын. Жұмысты болсын, бағанда Құда қаласа осы тойлар дейміз. Жастарымыз бақытты, заманымыз тыныш, аспанымыз ашық болып, соның арқасынан ойнап күліп отырған сіздермен Құда болғанмен өте қуаныштымын. Рахмет сіздерге. Бәрекелді құдалар. Мынау әскерге жайып отырмыз, тағы да әдемі жақсы тілекті кездерген. Нағашыларыма Әбдірахман, Әбілқасым, Әбдіхан деген кісілер бар ғой, нағашылардан. Жоқ, нақ сөйлем жоқ. Сіз доссыз ба? Доссыз ба, мен соны бір құлай деп отырмын. Құда келin дос емес. Ассалаумағалейкум, құдағилар. Той құтты болсын. Тойдан кем де қылмасын. 2 жас бақытты болсын, өсіп өнсін. Жақсылық той болсын. Қосыламын жақсылыққа. Мына бүгінгі берік құдамыздың класстас досы, солай ма? Жоқ, жеңшелеріңізге берем, осы орны бар, сіз айтсаңызшы. Достың бір өзіңізге осы сонша достарда, жеңшелер баршылық.
Енді ағалардың орнына келіп жатыр бұл соған ғой жатқанды. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар, құдағилар, құдашалар. Күйеуолдарына рахмет, күтіп жатырмын бүгін. Иә, Ербол құда, Мұхтар мен досым, құдалықтарыңыз мың жыл болсын. Не дейді анау, қаптың аузы ашылып жатыр ғой, сіздерде ашылып жатыр мынау. Жастар бақытты болсын, өсіріп отырған қыздарыңыз. Не деймін, жақсылықта келейік үйлеріңізге, сіздерде біз жаққа құдалыққа өткенде жақсылап біздерді қарсы алайық. Той болсын әрқашанда, жақсылық болсын. Аталар, ағалар аман болсын. Осылардың арқасында аман есен жүре берейік біздер. Құтты болсын тойларыңыз. Бәрекелді, Құреке рахмет, ақ-тілек қабыл болсын. Мынау әзір бүгінгі кешіміздің асы келеді, сол аспен бірге қабаттастырмайын деп беріп алайын деп отқан уже келеді бір-екеметті. Мынау енді осы Кушадан бір құтылайын деп жатырмын да, ақкелеріміз, жеңгелеріміз ба? Екеуі де жеңге ма? Жаңа неге кеткен ба күйеулері? Ал, орнына келіп отыр деп ана кісі айтады да, досы айтады да, жолы ғой дейді да. Енді бұл кісілерге бұйырмағанда қуаныш қой. Ол Алла тағала. Сен жаныңызды ашып жатыр, не бәсір барсыз да қоймайды да. Келе қойыңыз. Құдағай тұра қойыңыз. Ақ тілек, жақсы тілек өзіңізден болсын. Ал кеш жарық. Құрметті құдалар, құдағилар. Мынау сіздерде қыз бар екен, бізде ұл бар екен. Мынау бүгінгі мына 2 жастың табысқан күні құтты болсын. Құдалық сіздерге де құтты болсын. Қайным мен келініме де құтты болсын. 2 жасымыз бақытты болсын. Мына алтын көпіріміз бұдан да өршіп, көбейе берсін. Деніміз сау болсын. 2 жас бақытты болып, өздерімен өздері көбейіп, өгірлі-шүгірлі болып, бақытты бола берсін. Бәрекелді, рахмет. Енді асты күттіруге болмайды. Бүгінгі мынау мұра мейрамханасының арнайы аспазшылары даярлаған алдарыңызға үлкен астауменен ас келіп отыр, астарыңыз дәмді болсын деп асқа бір бата сұрайды құдадан, аумин деп. Құдай келіп аумин дейіз асқа. Ас келіп отыр. Нақсы демере берсін ғой, дауыс болсын. Сау. Бас бергенге жазбасын, Алла-Тағала өмір жасырғанда ұзақ ғұмыр берсін. Мынау рахмет. Құда деп сіздер бас қосаңыздар, бас берсеңіздер, Алла сіздерге жас берсін. Мынау 2 жас бақытты болсын. Еліміз, тыныш халқымыз аман болсын. Аумин. Аумин Аллах'тар. Я, астарыңыз дәмді болсын. Енді бақтамағымыздан мына жерде бір құдағиға бір тілек берейік. Құдағиымыз бүгінгі қуанышымызға арнайы келіп отқан есіміңіз айтыңыз. Сапарбір ханымнан бір тілек болсын құдағиға. Әпшеңіз бар екен білесіз, әпшеңіздің өзі орны бар, сақтап отырмыз, аз айтамыз. Елема, құйдың ба судан? Айтыңыз, жақсы тілек, бір ауыз. Кеш құдағи. Алтындай қайным Мұхтар, жадыра төрге шыққандарын құтты болсын. Сенен келін құтты болсын, бұзаға күйі құтты болсын. Мұхтардың қуанышын көріп, өздерінен көбейіп, өстіп осындай қуанышқа келіп жүре берейік. Барлықтарыңыз осындай той жұғысты болсын. Дендеріңіз сау болсын, бақытты болсын 2 жас. Аумин. Астарыңыз дәмді болсын енді мынау. Ас салып береді ғой қызметтегі жігіттер. Енді осы үлкен астың алдында мен ортаға шақырайын Мұхтар Белқұдамызбен жадыра балуыздай құдағиымызды қошеметтеп музыканың аясында келе қойыңыздар. Мұнда келіңіз. Мәке. Маэстроға да маэстро ұйықтап атырма. Бір шапалақтар қойып бұл кісілерге. Музыка! Мәке, бәрі кезіңші. Жеке-мақы еп келіп едіңіз. Келіңіз керек. Сіз мына жағында тұрғаныңыз, құдағиыз, сіз не қылыңыз болса, ол әдемі жарасып жүріп отырыңыздар, бір шапалақтап қойып, Алла тіл көзден сақтасын. Ал Мәке, бүгінгі қуаныш құтты болсын, жаңа айтып отырмыз ғой, қуаныш ортақ, той ортақ деп. Сіз келін аласыз ғой, күліп жүріңізші, күліп. Осындай ма? Бар сондай.
Алла бүгінгі Мәкеңнің қуанышы құтты болсын. Мәкеңнің шашпауын көтеріп келіп отырған мында үлкен ағаларымызға, апаларымызға, құдашаларымызға рахмет. Енді әдемі жақсы тілектің кезегін бүгінгі біздің Ерекеңнің балуыздай құдағиымен бел бұдасы деп Мәкеңе қошеметтеп, шапалақтап жақсы ақ тілектің кезегін бергелі тұрмыз. Ал Мәке. Ереке. Намыс болсын, екі жас бақытты болсын, дастарханыңыздан кең болсын, екі жасқа кездесіп намысты болсын, тойлар болсын, рахмет. Мына жақта құда-құдағилар сөйлеп жатыр, сіздерге естіліп жатыр ма дауысы? Шамаға түсіріп шулап бастады. Құдағи да құдағиның ақ тілегі Жадыра ханым. Неден құда-құдағилар тойларыңыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын, құдамың жылдық болсын, сіз біздің жоғалмасын, жақсы күндерде кездесе берейік, екі жас бақытты болсын. Рахмет. Ал, Ереке, құда мен құдағиға бір ауыз ақ тілек болсын, қадамдарыңыз құтты болсын. Рахмет, ассалаумағалейкум. Бұл жылдық болсын. Асылбай жолдасын айтам да мынау құдай қосады ғой тау. Екеуміз қара, екеуміз бір-бірімізді ұқсаймыз. Рахмет, ағасы ма, інісі ма деп қойып отыр. Ал не дейміз, бақыттағилар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына екі жас бақытты болсын. Не дейміз? Қадамдарыңызға гүл бітсін. Осы өстіп келіп отқандарыңызға рахмет. Не дейміз? Ден сау болсын. Ол тек жақсылықта, қызықшылықта кездесіп жүре берейік. Рахмет, Ереке, бір қолын алып құдағыңыздың мауқыңызға бір басып қойыңыз, құда қаласа. Құдалық мың жылық болсын. Міне, төс қағысып жатқан құдалар. Ұзағынан болсын, қуаныштарыңыз. Құдағилар бір қол алысып, бет сүйісіп дегендей. Рахмет, жайғастырамыз, отыра қойыңыздар, астанып алыңыздар, дәмденіп алыңыздар. Міне, бұған дейінгі айтылған құдалардың, нағашылардың ақ тілегі міне бел құдамызбен балуыздай құдағиымыздың тілектері қабыл болсын, алдарыңызға келген астарыңыз дәмді болсын, алып отырыңыздар. Ал, астарыңыз дәмді болсын тағы да. Осындай бір қуаныш тойда астауменен астау-астау келіп отса, қарап отырмай, үш апамыз мақтанып алды дейді. Менің шалым бір өзі бір астау тамақ жеп қояды деп. Сөйтсе екінші апамыз айтады дейді, менің шалым бір өзі екі астау тамақ жеп қояды деп мақтанып отса, үшінші апамыз айтқан екен, менің шалым кезінде бір совхозды бір жеп қойған деп. Сол айтқанда ас болсын аламыздар. Енді бүгінгі қуанышымыздың бөлісіп келіп отырған сонау Астанадан келіп отырған Серікбай құдаларымыздың, көкеміздің байырғы құдағайымыз Гүлжахан құдағайымыз бар ма осында? Гүлжахан құдағайды шақырайық микрофонға, ақ тілегін тыңдайық. Ол кісіні жүріп кетіп қалды деймін тілек беретін кезде. Енді арасында қосайын деп жатырмыз да, өзіміз жақтан бір жақсы тілек болсын деп. Сіздер жақсылап астана беріңіздер. О, құдалар шешілейін деп, той елін басылайын деді ғой. Құдағай келе қойыңыз. Міне Гүлжахан деген құдағайларыңыз, қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар болады. Серікбай көкеміздің құдағайысыз ғой, сізде қызметіңіз бар ретке? Бәрекелді, жастар бақытты болсын. Енді бүгінгі қуанышқа, құдалыққа бір ақ тілек айта қойыңыз. Құрметті құда-құдағилар, қадамдарыңызға гүл бітсін, жастар бақытты болсын. Ал құда-құдағи немерелеріңізді үй адам отыр, немерелеріңіз барған жеріне тастай батып судай сынсын, екі жаққа да сыйлы болсын. Матымер жас тілектер айтып отыр, Алла тағала періштелерге шалсын, жастар бақытты болсын. Тек қана қуанышта тойда келсе берейік, мен өзімді толып кеттім. Рахмет, қабыл болсын тілегіңіз. Енді сәл сабырлық сақтап осындағы мынау алғаш бүгінгі жаңа келіп отқан құдашаларымыздың причёс жасап кеткен бір екеуіне бір жақсы тілек тыңдайық. Бәріңізге беру шарт емес, енді ренжімейсіздер. Құда қаласа қалған тілектер тойда болады. Сосын осындағы мына бүгінгі айтып жатырмыз ғой, мына қыз төркіндеп келсе, шайтандар қаша деген сол айтқанда осы әулеттің қыздарынан сосын бір жақсы тілек тыңдаймыз. Күйеу ұлдарынан,
бүгінгі дастархан жайып жатқан. Енді жолдарыңызбен мен берейін осы жаңа бізді таныстырған кісі. Сіз құдағайсыз ба, иә? Құдаша? Жоқ, мына жездесіз ба сіз? Ой, бәсе, 3 жасыңыздан таныдым мен. Құда ұқсамасың бетем, о, шіреніп отқан қаяқтармен сізді жеңге деп отырмын ба. Кешім, оны білгенде бұл кісіге бірінші беретін ба. Рахмет әпке, жаңа таныстырып, қарапайымдылығыңызбен көрсетіп жатсыз. Рахмет, Алла пейілдеріңізге берсін. Төрге шыққан қадамдарыңыз құтты болсын, жастарымыз бақытты болсын. Әулетке де той деп келіңіздерді бүгін алғы еліне бір осы ақ тілек. Айта қойыңыз. Рахмет сөз бергеніңізге. Әрине, бауырымыз үшін жүгіреміз ғой. Мынау тем более ең кенжетайымыз. Не дейміз, мынау қадірменді қонақтар, болашақ құдаларымыз, мына алыстан жақыннан келген құдалар, мына жүздеріңіз жылы, өте тамаша адам екенсіздер көріп отырмыз. Мынау қыздарымыздың бас иіп, алдарыңызға қыздарыңызды сұрап келіп отырмыз біз. Алатын келініңіздің қадамы құтты болсын бізге. Салып жатқан алтын көпіріңіз мықты болсын. 2 жастың қалауы ғой бұл енді. Сіздерге рахмет, жоқ демей, мынау бауырымыздың сөзіне жоқ демей қыздарыңыз беріп жатқандарыңызға рахмет. Мына қыз, мына інім де келінім де өте жақсы жандар. Білмеймін, менің келінім қыз сататындай болып жатыр ғой. Келін алама десем, өте ақ көңіл, аузын ашса жүрегі көрінетін келінім қара шаңырақта ғой. Бәрін жүгіріп жүріп, рахмет әйтеуір. Мына жастарымыз бақытты болсын, келініміздің қадамы құтты болсын, өрісі кең болсын, бақыт алып келсін шаңырағымызға. Жаңа сіздердің тұңғышымыз деп жатыр ғой, бұл да менің бауырымның тұңғышы. 2 жақ әйтеуір ақылдарыңызды айтып, білмегенін үйретіп, жастар ғой қанша дегенмен өмір сүріп, ары қарай атсалсайық бәріміз. Бастысы бақытты болсын, дендері сау болсын. Құдалығымыз құтты болсын. Рахмет, құдашамыздың тілегі қабыл болсын. Енді осы құдаша деген значок тағып атқан кісілерді бір ауыз тілек тыңдайық. Мына әпкеміз бастап. Қыздар жол қайсы? Нағашылар? Қыздар жол қайда, осы значок бар ма? Көрсетіп көрек. Қадырша көрсетіп көрек. Керене сек бар ма? Айтыңыз, рахмет. Ал не дейміз, мына құрметті құда-құдағыздар, мына бүгінгі құдалығымыз құтты болсын, жастарымыз бақытты болсын, махаббаттары мәңгіде баянды болсын. Әрдайым дастарханымыз осындай кең дастарханға жайылып, сіз бізіміз жоғалмасын, құдалығымыз 2 жаққа да құтты болсын. Мына бүгінгі сырға салу кешіміз тағы да құтты болсын, жастарымыз бақытты болсын, өздерімен көбейе берсін, өссін, өнсін. Рахмет, қабыл болсын тілегіңіз. Құдашалардан әлмен қарай. Осы кісінің жолы, құдаша есімі? Зейнеп ханымға бір шапалақтап қойыңыздар. Яқта тілек айтып жатырмыз, сіздер жақта не той болып жатыр? Кеш жарық, құда-құдағылар, інім Мұхтар, жадыра, алтын көпірлерім құтты болсын, құда 1000 жылдық болсын, 2 жас бақытты болсын, өмірлері баянды болсын. Үлкен құда қаласына түсіп отқан келініміз үлкен жеңшелерінен арқасынан ере берсін. Жаман болады деп ойламаймын. Дейміз, құда 1000 жылдық болсын. Рахмет. Сіздер екеуіңіз де құдағай ма? Құдаша ма? Сіз ше? Айтамайыз. Екеуіңіз де айтасыз. Кеш жарық, құда-құдағайлар, жадыра, Мұхтардың тойларын құтты болсын, келін құтты болып келе берсін, 2 жағадан. Мерейін жастар бақытты болсын, арқасынан ере берсін, бақытты болсын. Кеш жарық, құрметті құдалар, бүгін құдасының шашбауын көтеріп келіп, төркіндетіп беріп қалыппын. Құдай қаласа
апа мен ата сияқты бізге де немере қыздарды ұзату бұйырсын. Осындай той көру бұйырсын. Барлықтарыңызға той жұғысты болсын. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Құдай қаласа мына жастарыңыз бақытты болсын. Үлкен тойларда кездесіп, осылай бас қосып жүре берейік. Тек жақсылық болсын. Жарық, құдағайым той құтты болсын. Екі жас бір-біріне мейірімді болсын. Көп адамдар, үлкен адамдар айтып кеткен тілектерге осылай. Амин. Рахмет, қабыл болсын. Енді жас тілекке бір қайда қызмет құралайық. Болды. Бүгінгі келіп отқан Астанадан келген құдағайымыз бастады. Кейінгі мына Сарыағаштан келіп отқан жаңа құдашаларымыз қоштады. Тілектеріңізді барлығы қабыл болсын. Рахмет. Ой, аламыз дейсің, құйылмаған ғой. Сен артында мына құдағайлар түрткетіндей бар екен ғой, құйылмаған екен ғой. Ой, түрті батыр, қазір қоя тұр деймін. Рахмет, музыка, рахмет. Міне, құдалар, көрдіңіздер, көрмесеңіздер, көріп алыңыздар, жайып отыр ғой. Сіздерге арнайы мына шай ішіп сіздерге жақсы ниетпен жайып отырмыздар. Міне, осы кісілердің дастарханы, құда қаласа. Ағалар, әпкелер, жәке, той сіздерге де жұмысты болсын, құдай қаласа. Осындай тойда ертең қайтарады ғой ерекең бар, атам бар әйтеуір қайтарады. Еш уайымдамай жүре беріңіздер. Той болсын, қуаныш болсын да, той жұмысты болсын деген жақсы ниет. Енді бүгінгі дастархан жайып отқан азаматтар мен азаматшаларға бір қол соғып құрмет көрсетіп қояйық. Жолдарыңызбен қалай тұрыстан қояйық. Ал, бәке, бастаңыз. Біріншіден, ассалаумағалейкум құдалар, құдағилар, құдашылар, жоғары шыққандарыңыз құтты болсын. Аумин. Берген шайымыз жұғысты болсын бізге де. Құдай қаласа, Алла бұйыртса сіздердің үйлеріңізде осындай той көп болсын. Өте қуанышты болдым. Өзіміз сияқты қарапайым еместер, қуанып отырмын. Екіншіден, ата, апа, тойларыңыз құтты болсын, Құдай қаласа. Өзіңіз айтпақшы, Майра деген қызымыз қандай. Қызым кезінде жылауым еді. Есіңізде солар есіме түсіп кетеді. Айтпай-ақ қоямын. Деніміз сау болсын. Тойға ұласып, үлкен қыз болып сол ауылдың келіні болып сіңісіп кетсін. Құдай қаласа сіздердің жолдарыңызды бізге берсін. Сен бірінші әкетіп қалам үйтіп сөйлеме. Құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты бола берсін. Ортада қойып жатқан алтын көпір мықты болсын. Апа көке құтты бола берсін. Сіздердің қыздарыңыз ғой, бұлар әлі қызғайда. Сіздердікі Егер жастар бақытты болсын, өздерімен өздері көбейе берсін, Құдай қаласа. Сіңлім өзім бақытты боламын деп емес, барған жерім бақытты болатын келін болсын, Құдай қаласа. Келіндердің алды болсын, ата әжесіне жаңағы алғы әулетіне алғыс айтқызатын келін болсын, Құдай қаласа. Биыл ана келін болса, алдағы жылда бала келін болсын. Құдай қаласа, ата келін болсын, Құдай қаласа. Дейміз, барлықтарыңыздың жиған тергендері тек жақсылыққа тойға бере берсін, дәл осылай ортамыз көбейе берсін, тола берсін. Рахмет, қабыл болсын. Бұда төрт құдағи сөйлетке шығасыздар ма? Күйеулеріңізге звондаймын, видео сөйледі. Тіл жұртында. Ал енді мынау. Мен өзім Мырзашөл, Мырзакенттегі жігітімін. Жаңағы жәкеңіз бір ауылдамыз. Братан, осы бүгінгі қуанышқа мен осы кісінің атына келіп отырмын. Енді жәкеңе арнайы бір шапалақтап қояңыз. Жеңеше бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, кеш жарық деп қояқты енді құт бар деген. Құрметті құдалар, бүгінгі төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдалықтарыңыз әрқашанда мәңгілік болсын. Апа ата, мынау ең кенжетай қыздарыңыздың жанындағы ұзатып жатсыздар ғой, бақытты болсын. Әрқашанда осы үйлеріңізде той болсын. Мынау сіздерге де осы келіндеріңіз құтты бола берсін. Ал ереге, жеңеше, мына қайынсіңдеріңіздің жанындағы тойлар құтты бола берсін. Не дейміз? Шал кемпірдіңіз ғой сіздердікі емес қой. Әрқашанда осындай той барлықтарыңызға жұғысты болсын, дендеріңіз сау болсын, ортадағы алтын көпірлеріңіз мықты болсын. Жылайтын музыка қоймаш, күпіңіз ғой. Қош келдіңіздер, құдалар. Екі жас қой,
екі жас бақытты болсын, өссін, атасы мен әжесінің жолын берсін, Құда қаласа. Біздің сіңліміз сіздерге құт болып келсін, сіздердің ұлдарыңыз бізге құт болып келсін, Құда қаласа. Келесі жылы сіздерге бес тойға барайық біз. Той жұғысты болсын барлықтарыңызға, дендеріңіз сау болсын. Құдалар, келген адамдарыңыз құт болсын, Құда қаласа. Екі жас бақытты болсын. Сол екі жас бақыт болса бәріміз бақыттымыз ғой. Ата, апа, Құда қаласа немерелеріміз құтты бола берсін. Құтты жерге барғаны. Жеңше, береке сіздерге де Құдай қаласа мынау қызларыңыздың қаптың аузы ашылып жатыр ғой. Құда қаласа артынан жақсы тойлардағы жалғаса берсін. Сол үшін. Сіздің үйде қайда прокурор? Кішкентай бар мақұл. Тойлар құтты болсын, тілектер қабыл болсын. О, ерекең мен жеңшелеріңіз көзіп бақырайтып көзіме қинадыңдар ау. Құтты болсын. Бірақ та тілектер қабыл болсын. Енді бір аламыз осы, әпке мен жездерімнің бүгінгі дастархан иелерінің тілегіне бір алай келіңіздер. Құйылған, Аллахтан болса болды. Біздің тағыда мынау келгенде қош келіпсіздер деп бір ауын жасап дастарханға бата беріп едік. Енді Құда қаласа, Алла нәсіп қылса, бұл жерде тұрамыз, екінші тойханаға барып жайғасамыз. Осы дастарханға енді ішіп жеген жерде әрдайым ас қайырып жүрген альхамдулилля мұсылманбыз ғой, тағы да көздеріңізге Құда келгеннен бір жақсы баса болсын дастарханға деген. Сосын қалып, бұл жерде бір-екі би болады, арнайы. Асықпай шығамыз. Асығып та аяқ киім теріс киіп кету жоқ. Бірінші көкемнің бір ақ батасын ауылайық дегенсіз бар да осы. Тыныштық сәтті пайдаланып. Ілақ, аумин. Құда. Кетарайық. Асықпас, аумин болсын. Бұт арақтан арасып кетті ғой, мен десеңші. Аумин дармастымайттар. Мынау кексағада құлақпар құтты болсын. Мынау дастарханың байлығын берсін. Мынау ертеңгі елің сауығын берсін. Жетпес бірлік кеңбейін берсін. Мынау тойларымыз тойларға жалғаса берсін. Осы отырған көпшілікке осындай тойлар, құдалар той, бұл той, сүндет той дегендер жалғаса тойларымыз тойға жалғаса берсін. Аумин.